2 рет оқ атқан. Аталған оқ дәрінің біреуі Қамажай дүкенінің қарама-қарсы орналасқан Талғар қаласы Менделік көшесі номер 12 үй 12 пәтердің қылтимасына тиіп, екіншісі дүкеннің оңтүстік шығыс бұрышында орналасқан Мясная лавка ғимаратының батыс қабырғасына төменгі бұрышына тиген. Әрі қарай топтық төбелес жалғасып жатқан кезде төбелеске қатысушы Шынасыл дүкеннің сол жақ бұрышында Гайпаевты және кәмелетке толмаған Полатты көріп, соңғы әскентайға және жарақат келтірген адам ретінде, ал Гайпаевты оның жақтасы ретінде көріп, олардан кек қайтару үшін екі немесе одан да адамды өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қаза ұшырату мақсатымен өзімен алдын ала дайындап алып келген сабы қоңыр түсті ас пышағын қару ретінде пайдаланып, оларды қасақана қазаға ұшырату қылмыстық ойы туындаған. Өз қылмыстық ойын жүзеге асыру үшін Шынасыл Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышында 00 сағат 42 минутта Полаттың көрінеу кәмелетке толмағанын біле тұра, соңғынан әкесі Нұрымов және оқиға орнына сол сәтте жалдамалы автокөлікпен келген анасы Бишимбиеваның әжесі Кадированың жүргендеріне қарамастан, олардың көздерінше аса қатыгездікпен, бұзақылық ниетпен өзінің әрекеттерінің қоғамға қауіптілігін ұғынып және солардың болуын қалап, Полаттың өмірлік маңызды органы болып табылатын сол жақ жүрек тұсына қасақана түрде бір рет жоғарыда көрсетілген ас пышағын сұғып алған.